Reddit қолданушылары, сіз 1995 жылдасыз. Сізде сол кездегі адамдарды смартфон арқылы таңғалдыруға 10 минут бар. Оларды қалай таңғалдырасыз? Видеоны бастамастан бұрын TikTok профилге кіріп, біздің YouTube арнамызға өтіп, подписаться етуді ұмытпа. Қазақ тілін бірге дамытайық. Олардың Facebook'тағы болашақ парақшаларын көрсетемін. Бірінші, телефонның өзін. Екінші, оларды суретке түсіріп, фотолардың сапасының қандай жоғары екенін көрсетемін. Үшінші, Google карта. Төртінші, Google'дағы дыбыс аудармашыны. Калькуляторды көрсетемін. Оларды таңғалдыруға осы да жетеді. Бұрын менің мұғалімім калькуляторды қолданбаңдар. Ол әрқашан жандарыңда болмайды деген. Бірақ қазір уақыт өзгерді. Amazon және Apple компанияларының акцияларының бағасын және де оларға биткоиндар туралы айтуды ұмытпа. Google'дан түрлі ғарыштың суреттерін көрсетемін. Космос, спутниктер, айдың суреттерін. Бұл мемдар. Жоқ, досым, болашақта мемдар өте күлкілі болады. Shazam. Ол әлі күнге дейін мені таңғалдырады. Siri, Alexa, Alisa сияқты дыбыс көмекшілерін көрсетемін. 1995 жылы бұлар фантастика болып көрінеді және өзі жүретін көліктерді көрсетемін. Менің әкем 1996 жылы қайтыс болды. Сол кезде ол компакт дисктерден қатты таңғалған болатын. Оның көзінше телефонды шығарсам, ол шок болатын еді. FaceTime және Netflixті көрсетемін. Алдағы 25 жылдың лотерея билеттерінің ұтыс нұсқаларын көрсетемін. Бірінші, олардың болашақтағы фотоларын. Екінші, олар туралы ақпараттар, интернеттен іздеп табуға болатын, мысалы туған күні, қай жерде туылған деген сияқты нәрселерді. Үшінші, Uber, Яндекс Такси, InDriver сияқты сервистерді. Төртінші, интернеттің жылдамдығын, ол кезде интернет өте жай болған. Бесінші, соңғы 10 жылдықтағы жаңалықтарды көрсетемін. 11 қыркүйектегі жарылыс, Трамптың президент болғаны, коронавирус дегендерді. Менің күйеуім 1995 жылға енемді тауып алып, оған тойымыздағы фотоны көрсетемін. Ол шок болады. Дүниежүзілік сауда орталығын, яғни башня близнецовты террористер жарып жібергенін көрсетемін. Олар точно шок болады. Оларды таңғалдыру үшін смартфонның өзі жеткілікті. Өйткені ол кезде телефондар өте үлкен және қолайсыз болған. Және оларға түрлі музыка тыңдайтын программаларды көрсетер едім. Олардың көздерінше әуендерді бірден ауыстырып тоқтатып көрсетемін. Ол кезде үлкен күйтабақтар арқылы тыңдаған. Сол үшін оларға бұл ғажап болар еді. Instagram және TikTok'тағы мысықтардың видеоларын көрсетемін. Олардан басқа күшті бұл өмірде ештеңе жоқ. Ал сен 1995 жылғы адамдарды немен таңғалдырар едің? Комментарийға жазып отыр.